Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Кеше 22 январ, яғни 23-не қараған түні Алматы қаласында жер сілкінісі болды. Адамдардың барлығы паникаға түсті. Жер сілкінісі кезінде не істеу керек және өзіңізді қалай қорғау керек жайында қысқаша мағлұмат айтатын боламын. Жер сілкінісінің алғашқы дүмпу кезінде газ бен су мен электр қуатын сөндіріңіз. Егер жер сілкінісі күші аз болса, онда орныңызда тұрғаныңыз абзал. Одан недәуір күштірек жер сілкінісі кезінде дүмпу күш 5 және одан да жоғарғы балды құраса, егер сіз ғимараттың екінші және одан да жоғары қабаттарында болсаңыз, ғимараттан шығыңыз. Ішкі қабырғаның, бұрыштың, есік жақтауының қауіпсіз жерінде тұрыңыз. Ваннаға жата қалыңыз. Кереуеттің немесе столдың астына кіріңіз. Ол сізді құлау мүмкін заттардан және сынықтардан қорғайды. Терезе мен ауыр жиһаздан алыс тұрыңыз. Лифтті пайдаланбаңыз. Егер сіз көшеде болсаңыз, ғимараттар мен электр беруші желіден ашық алаңға қарай алыстаңыз. Үзілген электр сымдары жарақаттауы мүмкін. Ғимараттар жанында жүрмеңіз және оларға кірмеңіз. Егер сіз автомобильде болсаңыз, дүмпу басылғанға дейін автомобильден шықпай ашық алаңда қала беріңіз. Есте сақтаңыз, жер сілкінісі кезінде адам өлімінің сирек кездесетін себеп болып жер қабатының қозғалысы табылады. Жер сілкінісі кезінде қайғылы оқиғалар басты себептері болып табылады. Мыналар: ғимараттың жекелеген бөліктерінің сынуы, сынған шынылардың құлауы, үзілген электр сымдар, пәтердегі ауыр заттардың құлауы, өрт. Осындай заттардан аулақ болуға тырысыңыз. Жер сілкінісінен кейін қажет жағдайда медициналық көмекке жүгініңіз. Қатерге шалдыққандарды қоқыстан арылтыңыз. Егер ол үшін қосымша жасақтаулар талап етпесе, радиоқабықшаны қосыңыз. Мүмкіндігінше су, құбыр және газды тоқтатыңыз және энергиялық жабдықтаушыларды сөндіріңіз. Ашық отта пайдаланбаңыз. Жер сілкінісі кезінде өзіңіз болған ғимараттың шығар алдында абай болыңыз. Радионы қосулы күйде ұстаңыз. Қызметтердің белгілерін тыңдаңыз. Анық зардап шеккен ғимаратқа жақындамаңыз және оған кірмеңіз. Қайталама дүмпуге дайын болыңыз. Мұндай жағдайларда едәуір қауіпті болып, жер сілкінісінен кейін алғашқы 2-3 сағат табылады. Дегенмен, олар бірнеше тәулікте апат және тіпті ай өткеннен кейін де болуы мүмкін. Бірінші жер сілкінісінен көп уақыт өткен сайын соғұрлым қайталануы ықтималдығы аз. Краш синдромы деп аталатын ұзақ уақыттық жанжу синдромы ең қауіпті жарақаттардың бірі. Ауыр заттардың, құрылыс жиынтықтарының сынықтары, сынған ағаштардың діңкелері, массивті жиһаз бен сол тектес заттар, адамның қолы немесе аяғы ұзақ уақыт бойы жанжу кезінде аяқ-қолдарының қан айналымының тоқтап қалады. Бұл адам ағзасына зат алмасуының бұзылуына келеді. Краш синдромының салдарынан ампутация мен көп жағдайға байланысты болады. Зардап шеккен адамға ұзақ уақытқа жанжу синдромы бар екенін анықтаған уақыттан зардап шеккенді қарап шығыңыз. Ауруды басатын дәрмек беріңіз. Жанжылған жерінен жоғары бұрау қойыңыз. Кеңістікті босатып алып оны жылжытыңыз. Есте сақтаңыз, 1 минуттан жоғалтпау керек. Адамның ауруханаға дереу жеткізу керек. Алдын ала іс-шаралары: ғимараттың кенеттен құлау кезінде әрекет ету жоспарын алдын ала ойластырыңыз және олармен өз отбасыңыздың барлық мүшелерін таныстырыңыз. Оларға кенеттен құлау жағдайда әрекет ету тәртібі мен алғашқы медициналық көмек көрсету ережелерін түсіндіріңіз. Міндетті түрде жинақталған медициналық қобдиша бен өрт сөндіргіш болса және қолжетімді жерде сақтаңыз. Улы химикаттар мен оңай өртенуші сұйықтықтарды мен өзге де қауіпті заттарды сенімді жерде ұстаңыз. Пәтерге газ баллондарын қажет болмаған жағдайда кіргізбеңіз. Электр қуаты көзінің орнын газ бен су құбырларын, магистралдардың батырмаларын, электр көзі, газ бен тоқты кенеттен тоқтата біліңіз. Газдың аз мөлшерде болсын, таралу кезінде оның пәтерге кіруіне тосқауыл қойыңыз. Ғимараттар тексеріңіз және телефон номері арқылы халықаралық газ 104 қызметіне хабарласыңыз. Оттың ашық көзінде электр сөндіргіштер мен электр тұрмыстық құралдары газ толық желдеуін дейін пайдалануға қатаң тыйым салынады. Ғимараттың кенеттен құлау кезінде қалай әрекет ету керек? Жарылыс немесе жер сілкінісін естіген жағдайда ғимарат өз тұрақтылығын жоғалтатын байқағанда құжаттарды, ақшаны және бірнеше кезекті қажетті заттарды ала отыра оны тез арада тастап кетуге тырысыңыз. Үй жайдан шығып,
баспалдақпен түсіп лифтті пайдаланбаңыз, өйткені ол кезде кез келген уақытта істен шығуы мүмкін. Эвакуация кезінде, яғни эвакуация дегеніміз бір орынға барып қауіпсіздік жерге жиналу. Солдай жиналатын жерге егер пәтерлерде, больницаларда өзінің знагы болады, қай знак бойынша жүру керек, сол знак бойынша жүріп түсіп, сол эвакуациялық орында тұрыңыз. Тыныштықты сақтап, қалған адамдарды да эвакуациялауға мүмкіндігінше көмектесіңіз. Ал достар, айдың күні аманында жолғайық, барынша сақтық шараларын сақтауға тырысыңыздар. Ақпарат пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.